Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін оразаның 13-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла тағала біліп, білмей жасаған күнәларыңызды кешіріп, мейірім шапағатына бөлесін. Таңғы сәресіне жегенге өте дәмді, күш-қуат беретін қазақтың ұлттық тағамы мәсектің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен тарыны 5-6 рет жақсылап тазалап жуамыз. Тарыны жуып дайындадық. Енді үстінен жарты шай қасық тұз сеуіп, барлығын біркелкі араластырамыз. Тарының бетінен сәл асырып, үстінен қайнаған сүт немесе су құйып, сүтіміз тартылғанша бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Сүті тартылып, тарымыз жұмсарды. Енді таза сүлгінің үстінен салфетканы төсеп, тарымызды жайып, 40 минутқа кептіріп аламыз. Оразаның кезінде Алла разылығы үшін бір-бірімізге қолдау көрсетіп, жақсылық жасап, сауап жинайық. Менің каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоссаңыздар, сіздерге деген менің алғысым шексіз болар еді. Ол үшін сіздерден ақша алынбайды, тегін жай ғана каналыма тіркеліп, қолдау көрсетсеңіздер болғаны. Алла разы болсын сіздерге. Тарының сүті тартылып, кептірілді. Енді үстінен қант сеуіп, жақсылап барлығын біркелкі араластырамыз. Тарының дәмін кіргізіп, жұмсарту үшін үстінен сармайды салып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Майсөгіміз дайын болды, жұмсақ және өте дәмді. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.